Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін осындай көрінісі керемет, дәмі одан да керемет малиналы чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Қонақтарыңызға ұсынғандағы реакциясын елестетіңіз. Қонақтарыңыз жақын арада сіздің чизкейкіңіздің дәмін, түрін ұмытпайтынына сенімдімін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен чизкейкті пісіретін форманы дайындап аламын. Ол үшін табанына пергамент төсеп, форманың жанын сары маймен жақсылап майлап шығамын. Және де форманың ұзындығынан кішкене биігірек қылып кесілген пергаменттерді жаңағы сары май жағылған жерлеріне, шетіне жабыстырып шығамын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кішкене жері ашық қалып кетті. Ол жерге бөлек кесілген пергаментті жанында тұрған пергаменттердің үстіне сары май жағып жіберіп, соның үстіне жабыстырамын. Енді табан дайындауға кірісемін. Ол үшін печеньені блендерда үгітіп аламын. Өзіңізге ыңғайлы кез келген тәсілмен үгіте берсеңіз болады. Егер чизкейкті бірінші рет жасағалы жатсаңыз, менің чизкейк туралы егжей-тегжейлі түсірген видеомды қарап шығуға кеңес беремін. Жоғарыда ссылкасын қалдырамын. Ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырамын. Жаңағы алдын ала дайындалған формаға орналастырамын. Егер майы кейбір жерлеріне тимей қалатын болса, қолмен тағы бір рет араластырып шығуға кеңес беремін. Егер алақанға алып мыжғанда өзінің формасын сақтаса, және де оны қолмен бөлген кезде ірі бөліктерге бөлінсе, демек дайын деген сөз. Ал егер сары май аз болса, қолда үгітіліп шашылып кетеді, демек тағы да қосымша сары май қосқан жөн. Енді бетін тегістеп тоңазытқышқа жіберемін. Чизкейктің начинкасындағы барлық ингредиенттер міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Ыңғайлы ыдысқа творожный сыр, менде креметта, қантты салып, жақсылап біркелкі болғанша венчикпен араластырамын. Қаласаңыз миксерде пайдалануға болады. Енді жұмыртқаларды біртіндеп саламын. Әрқайсысын салған соң, міндетті түрде жақсылап араластырып алып, келесін салып отырып, араластырамын. Массаға майлылығы 33%-дан жоғары кілекейді құямын, араластырамын. Келесі кезекте жүгері крахмалын, 1 лимонның цедрасын үккіштен өткіземін және жарты лимонның согын сығып араластырамын. Дайын болған массаны формаға абайлап орналастырамын және де бетін тегістеймін. градуста қызып тұрған пештің табанына противень орналастырамын, сонда қайнаған ыстық суды құямын. Чизкейкті салып, басында 170 градуста 10 минуттай пісіріп алған соң, 150 градусқа төмендетіп, тағы да 50 минут пісіремін. Чизкейкті пештен шығарып, біраз суы үшін қойып қоямын. Ал ол суығанға дейін бетіндегі малиналы конфи дайындауға кірісемін. Менде мұздатылған малина, үстінен суды және қантты салып, блендермен біркелкі болғанша жақсылап еземін.
Әрине, мұздатылған малина болуы шарт емес, жаңа піскен малина немесе кез келген басқа қара жидек, құлпынай қолдануға болады, тек дәл осы әдіспен әзірлейсіз. Жаңағы массаны малинаның дәндерінен арылу үшін ситадан өткізіп аламын. Егер дәндері сізге кедергі келтірмесе, бұл процесті өткізіп жіберсеңіз болады. Дәндерден тазартылған массаны сотейникке орналастырдым. Бөлек ыдыста салқын суға крахмалды жақсылап араластырып алып, массаға құямын. Сотейникті орташа отта қызып тұрған пешке қоямын. Венчикпен тоқтаусыз араластырып отырып қайнатамын. Масса жақсылап қоюлану керек. Жанынан алысқа кетпеңіз, себебі табаны қатып қалуы мүмкін. Тоқтаусыз араластырып отырып, қоюланғанда ыстықтай бірден бөлме температурасында суыған чизкейктің бетіне ақырындап құйып отырып орналастырамын. Конфи бетіне біркелкі болып орналасуы үшін осылай формамен столға ұрып аламын. Қалған жерлерін силиконды күрекшемен тегістеп, тоңазытқышқа бір түнге жіберемін. Келесі күні форманы ақырындап шығарамын, және де пергаментті жанынан бастап жайлап алып тастаймын. Ыдысқа чизкейкті орналастырып, табанынан да пергаментті аламын. Пергаменттерді алу ешқандай қиындық туғызбайды, өте оңай, жеңіл алынады. Енді бетін әсемдеу үшін малиналарды осылай бір жанына тізіп шығып, кішкене фисташки сеуіп әсемдедім. Бетіне ештеңе қоймаған жағдайдың өзінде сыртқы көрінісі өте әдемі болып, адамдардың назарын өзіне қарататындай болып тұр. Видеодағыдай әдемі бөліктерге бөлу үшін бір лайфхакпен сіздермен бөлісейін. Ол үшін пышақты ысытып алып, құрғатып сүртіп, әр кескен соң сол процесті қайталап отырып кесу қажет. Чизкейк сондай жеңіл және жаздық көңіл-күй сыйлайтындай өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға міндетті түрде жасауға кеңес берем. Және де каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әр аптада ерекше дәмді рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Мен екі бөлігін эксперимент үшін мұздатқышта қатырдым. Ол үшін тақтайдың бетіне қойып, мұздатқышқа жібердім. Толық мұз болып қатқан соң пакетке салып қойдым. Және жердің алдында бір түн бұрын тоңазытқышқа ауыстырдым. Тәрелкеге салып ұсындым. Дәмі де, структурасы да мүлдем өзгермеген. Свежі дайын күйінде сақталды. Осылай мұздатқышта 1 ай көлемінде сақтауға болады. Бүгінгі бөліскен рецепт сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Солай болса, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.